Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шығатын котлет гарнирмен дайындайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төмендегі описанияға қалдыратын боламын. Ең алдымен котлетімізді дайындау үшін нанның жұмсақ бөлігіне жылы сүт пен ыстық суды қосып жібітіп аламыз. Содан соң ыдысымызға тартылған етімізді қосып, оның үстіне блендерден немесе үккіштен өткізілген пияз, бір жұмыртқа, татымына қарай тұз бен бұрыш және де жібітілген нанымызды қосамыз. Нанды артық суынан ажыратып, осылайша қолымызбен сығып қосамыз. Бір ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң қолымыздың көмегімен осылай видеодағыдай етіп ұрамыз. Себебі котлетіміз ажырап кетпеуі үшін. Содан соң котлетіміздің барлығын біркелкі формаға келтіріп аламыз. Әр котлетті осылайша оңға жақсылап аунатып, қуырып аламыз. Табамызға орташа көлемде май құйып, оны жақсылап қызған соң котлеттерімізді салып, екі жағын қызартып қуырамыз. Осылай бір беті қызарғанын байқаған болсаңыз, екінші бетіне аударып қуырып алыңыз. Осымен біздің котлетіміз дайын. Гарнирге менде пюре, ол пюренің жасалу жолын описанияға қалдыратын боламын. Осылайша біздің дәмі өте керемет әрі жұп-жұмсақ болып шығатын котлетіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, гарнирді өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.